Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз сарматтардың саяси тарихы бірінші сабақ. Жалпы балалар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Соның бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптерлеріңізге сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: сарматтар қандай мемлекеттермен өзара қарым-қатынаста болды? Сабақтың мақсаты: сарматтардың саяси тарихымен танысасыздар, сарматтардың әскери өнерін сипаттайсыздар. Сіздер өткен сабақтан не білесіздер? Сармат қоғамының ерекшелігін сараладыңыздар. Сармат алтын адамы туралы дерекпен таныстыңыздар. Ең алдымен балалар Білімленд сайтын пайдаланып, сарматтардың саяси тарихына байланысты бейне материал көретін боласыздар. Орасан зор аумақты мекен еткен сармат тайпалары Орталық Азия мен Қара теңіз мәдениетін байланыстырды. Сонымен қатар көршілес Боспор патшалығымен байланыс орнатты. Алдыңғы Азия елдеріне Кавказға және Парфияға жорықтар жасады. Батыс сармат иеліктері Қара теңіз жағалауындағы скифтермен көрші орналасқан. Бірақ біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда сарматтар мен скифтердің қарым-қатынасы қиындай түседі. Грек тарихшысы Диодор бұл жайлы сарматтар скифтер жерін күштеп иемденіп, халқын қырғынға ұшыратты деп жазған. Ал скиф аңызында 10 000 салтатты сармат әскері бізге шабуыл жасады, ал жаяу әскері одан 3 есе көп болды. Олар кенеттен шабуыл жасағандықтан барлығымыз қаштық, көп жауынгеріміз қаза тапты, кейбіреулерін тірідей әкетті. Сарматтар тұтқындарды жинап, шатырларды тонап, арбаларды олжа қылды деп жазылған. Осы оқиғадан кейін Шығыс Еуропа даласы мен Солтүстік Кавказ аумағы Скифия емес, Сарматия деп аталды. Сарматтар бұл аймақтың халқымен бейбіт қарым-қатынас орнатып, бейбітшілікте өмір сүрген. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда сармат тайпалары Дунай мен Еділ өзендерінің аралығында үстемдік етті. Батыс сармат тайпалары Рим мемлекетімен шекаралас орналасқандықтан, олармен тығыз байланыста болды. Сармат тайпалары Боспор патшалығындағы билік үшін күреске араласқандықтан, олардың арасында өзара алауыздық пайда болды. Бұл жағдай сармат қоғамын әлсірете бастайды. Ақырында біздің заманымыздың 4-ші ғасырында ғұндар сарматтарды талқандап, бір бөлігін өзіне қосып алады. Осылайша сарматтар әлсіреп, тарих сахнасынан дербес саяси күш ретінде жойылып кетті. Сарматтардың әскери өнері аса мықты болған. Грек авторлары сарматтарды соғыс құдайы Арестің ұрпақтары деп санаған. Әрине, сарматтар жастайынан садақ тартып, найза түйреп, аңшылыққа шығып, шынығып өскен. Сармат әскерлері ұзын семсерлерін әскери салада ерекше шеберлікпен пайдаланған. Сарматтар малдың мүйізін кептіріп, кейін одан ойып сауыт жасаған. Денесін толығымен осындай берік сауытпен жапқан сармат жауынгерін жеңу оңай болмаған. Осындай ауыр сауыт киіп, жау шеңберін найзамен бұзып өтетін атты әскерді катафрактари деп атайды. Сарматтардың әскерлерінің аласа бойлы жылқылары болған. Олардың аса төзімді болғандығы соншалық, олар күніне 200 шақырымнан астам қашықтықты жүріп өтетін болған. Сармат әйелдері сол кезеңде өмір сүрген өзге қоғамдағы әйелдерге қарағанда жоғары мәртебеге ие болған. Грек тарихшысы Геродот сармат әйелдері күйеулерімен немесе оларсыз аң аулауға шыққан, соғысқа қатысқан және ерлермен бірдей киім киген деп жазады. Ал Гиппократ сармат әйелдері тек жауынгердің ғана емес, абыздың да рөлін атқарғанын жазады. Сонымен балалар, біз бейне материалымызды көріп аяқтадық. Тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма: бос орындарға керекті сөздерді жаз. Балалар, міне бізге керекті сөздер берілген. Осы керекті сөздерді бос орындарға сіздер жазып шығу керексіздер. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ,
Екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, балалар, бізде тест. Құрметті оқушылар, егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуларыңызға болады. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.